Сәлеметсіздер ме? Денсаулығы мықты, дені сау, ешқандай шағымдары жоқ балаға тек дәрімен бересіз. Ал егер балада қандай да бір шағымдар болса, сонымен қатар бала жиі ауырып, аппетиті төмен, тамақ көп талғайды, сонымен қатар бой өсуінің, салмақ жинауының артта қалуы бар болса, анализдерді тапсырып, егер дәрумен тапшылықты, минерал тапшылықты жағдайлар болса, соған байланысты береміз. Сонымен қатар беріп өтейін кеңес, 4 жастағы баланың қазір бойы өте қарқынды өсетін болады. Сондықтан балаға ұйықтар алдында 1 стакан 150 мл айран ішкізіңіз. Дәрумен беріңіз таңертең обедке дейін. Сонымен қатар көкөністер жесін. Көкөністердің құрамында С дәрумені, калий, магний, селен бар. Бұның бәрі баланың жақсы дамуына әсер етеді. Көбірек әртүрлі ягодалар беріңіз. Ягодалар қалай болады қазақша? Яғни малина, бүкіл осындай дәруменге бай беріңіз. Сосын брокколидан тағам жасап беріңіз. Брокколи өте минералдарға бай, баланың иммунитетін көтеруге көмектеседі. Брокколидің дәмі өзі бір ерекше, сондықтан балалар жемейді. Мен өзім балаларға қалай беремін? Бірінші кішкене қайнатып аламын да, суын сырғытып, сосын жұмыртқаға малып, соны қуырып берем. Сол кезде брокколиді өте жақсы жейді. Тұзын, дәмдеуіштерін дәмдеп салып, солай берсеңіз брокколида адамның, яғни баланың иммунитетін көтереді, сонымен қатар ішек жұмысын да жақсартады. Және ісік ауруларының алдын алады, себебі құрамында сульфорафан деген зат бар. Сау саламат болыңыз.